Баршаңызға сәлем, мен есімім Айгүл, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге енен ағашын жаңғақтан бастап қалай өсіруге болатынын көрсетемін. Өзім қалай өсіріп жасаймын, соны барлық сіздерге мұқият айтып түсіндіремін. Сіздер көріп отырғандай, осы Астана қаласының мен Алатау спорт комплексінің маңында осындай емен ағаштар өседі. Соның жаңғақтарын жинап алдым. Бұл жерде үлкен де бар, кішіректері де бар. Енді осыларды мен қазір сіздерге өзім қалай өсіремін, соның барысын көрсететін боламын. Негізі бұл процесті стратификация деп атайды. Мен мұнда 200-ге жуық емен жаңғақтарын жинап алдым. Міне қарасаңыздар, қазір олар дымқыл болып тұр. Ал онда іске кірісейік. Ең алдымен бізге осындай ыдыстар қажет. Менде үлкен жаңғақтарым көп болғандықтан ыдысымда үлкен болады. Мен мұндай 5 литрлік бос ыдысты алдым, судан қалған. Және кішігірім осындай шелекті алдым. Сіздер жеке-жеке осындай шелектерді алуларыңызға болады. Немесе 4 бұрышты одноразовый қораптар болады ғой. Тортқа арналған, сондайды да торттың ыдысында қолдануға болады. Ең бастысы осындай түссіз болу керек. Прозрачный, яғни өйткені осы стратификация барысында сіздер жаңағы тамырдың шығуын, басталғанын көре аласыздар. Қандай жағдайда жаңғақтар жатқанын байқауға сіздерге ыңғайлы болады. Міне, мұнда мен көп жаңғақтарды отырғызамын. Қазір біз үстін 4 бұрышты қылдырып тесіп аламыз пышақпен. Кескен жерін біз толық алып тастамаймыз, өйткені бізге бұл қақпақ ретінде керек. Және топырақ салғаннан кейін қақпақтың шетіндегі тесіктері бар, содан ауа кіріп тұру болады. Бірақ түбін теспейміз, мына шелекті де теспейміз. Ыңғайлы болу үшін осылай ашып аламыз. Мен осы жаңғақтарды отырғызған кезде әмбебап топырақты қолданамын. Дайын грунт, яғни готовый грунт, универсальный. Оны бау-бақшада, гүлдер отырғызғанда қолдануға болады. Жалпы емен ағашы өте қарапайым өсіріледі, көп күтімді қажет етпейді. Дегенмен де топырағы құнарлы болса болды. Ол себептен қазір біз ыдыстарымызды топыраққа толтырамыз. Шамалы тамырына топырақ саламыз. Бұндай универсальный грунттар кез келген дүкен сататын дүңгіршектерде де, үлкен дүкендерде де, базарларда сата береді. Қазір көп жерде бар сатылымда. Осы жаңа түбіне біз шамалы топырақ салып алдық. Енді шама себелеп суымызды құйып аламыз. Көп құюдың қажеті жоқ, өйткені су көп болса бұл да зиян. Өйткені сылқылдап жаңағы топырағымыз тым ылғалды болса
жаңғақтарымыздың шіріп кету қаупі бар. Осылай себелеп, жаңағы гүл су құйғышпен де құюға болады, немесе қолмен осылай себелеп шамалы жасап аламыз. Ендігі кезек біздің жаңғақтарымызға. Мен кіші ыдысқа тек қана жуан үлкен жаңғақтарды салатын болдым. Оны арасын іріктеп аламыз. Мұнда 200-ге жуық жаңғақ бар. Ірі жаңғақтарды таңдап, не себепті мен осылай таңдау жасап жатырмын. Яғни ірілерін бөлек, кішіректерін бөлек, өсімі қалай болатынын бақылау үшін, жалпы статистика қалай болады сіздерде, жуандардың өсімі жақсы ма, кішіректердің өсімі жақсы ма, тез тамыр шығады ма, жапырақтары тез шығады ма деген сияқты. Жалпы өзіңізге таңдап алдым. Жуан ірі жаңғақтарды, соны қазір ыдысқа саламын. Салған кезде де жатқызып салам. Тігінен болсын, көлденен болсын, ол маңызды емес. Тек топырақта тұрғаны болса болды. Міне осылай салып шықтым. Үстінен тағы да топырақ себеміз. Жаңғақтарымыз көп болғандықтан мен екінші қатарға тағы да жаңғақ саламын. Кішкене бұл жерге де су себелеймін. Үстінен тағы да топырақ саламын. Бұнда шамамен бір 30-40 жаңғақ. Осылайша қатты қылдырып тегістеп шығамыз. Енді қалған жаңғақтарды үлкен ыдысымызға салып шығамыз. Араларын кішкене ашып салған дұрыс, өйткені тамыр шыққан кезде бұлардың тамырлары бір-біріне шимайласып, шатасып өсуі мүмкін. Зақымдап алмас үшін осылай араларын сәл ашып қоямыз. Осылай бетін топырақпен жауып, тағы шамалы су құйып қоямыз да, мына қақпағымызды жауып қоямыз. Міне біз жаңғақтарымызды отырғызып болдық.
Енді өздеріңіз үшін бүгінгі күнді айды жазып мына жерге жабыстырып алуларыңызға болады. Және осы күйінде біз оны тоңазытқыштың ішіне саламыз. Мына банкаларды тоңазытқышқа қойғаннан кейін аптасына 1 рет осылай қақпағын ашып желдетіп отырасыз. Бір жарты сағатқа немесе енді 10-15 минутқа немесе 1 сағатқа, енді уақытыңызға қарай. Жалпы бұл не үшін бізге керек? Өйткені мына тамырына дейін, түбіне дейін ауа бару үшін, жаңағы банканың ішіндегі шамал ауа болады, сол кішкене тазару үшін, таза ауа ену үшін, жалпы бұны шіріп кетуден сақтау үшін осылай анда-санда желдетіп тұрамыз. Аптасына 1 рет алып, осылай ыңғайлы жерге қойып қойсаңыздар болды. Келесі кезекте бұл көктемге таман, мысалы қазір қараша айы ғой, 11 ай. Сол наурыз айларынан бастап ақырын тамырлары шыға бастайды. Жаңғақтың қабығы қатты ғой, сол жұмсарып, ақырын ішінен өскіндер, яғни тамыры шыға бастайды. Тамыры шыққан сәттен бастап бізде уже басқаша кезең болады. Оны әлі көре жатарсыздар.